Бұл бүгін апелляциялық сот болды. Сотта решение туры шығармады. Ешқашан Қазақстандағы бірінші соттың решениясын апелляциялық сот шығара алмаған. Енді Жадыра Асанова, бірінші сотта не болды? Қандай келісімге келген еді? Жалпы Шымкент қаласы білім басқарма басшылығы Жанат Тәжиева Арысбек қызына қатысты қылмыстық іс біздің Шымкент қаласы ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі сотта қаралған болатын. Қылмыстық кодексінің 147 бабы бойынша, яғни дербес деректерді жария ету туралы менің отбасыма қатысты. Бірінші саты соты әділетсіз аяқталды, шешіммен мен келіспеймін, ақтау үкімімен аяқтады. Ол жерде Жанат Тәжиева Арысбек қызы ақталып шықты. Ол білім басқарманың директоры ғой? Басшылығы. Дегенмен де біздің жазылған ол жердегі шағымымыз негізінде емес, уәждеп шығарғаны бір бұрмалау басқа жақпен алып шықты Жанат Арысбек қызын. Және ол жерде бірінші саты сотында жарыс сөзде мен арызданушы, жәбірленуші ретінде таныла тұрып, менің қатысуымсыз, мен қарсылық танытып шығып кетсем де, судья Медеубекова жәбірленушісіз, бізсіз, менсіз сотты аяқтап, ақтау үкімін шығарды. Соған келіспей мен қалалық сотқа берген болатынмын. Бүгін енді бір сот отырысымен аяқталып отыр. Бұл жерде мен тағы келіспейтінім, апелляциялық менің шағым қанағаттандырусыз, яғни өзгеріссіз қалды. Және де бұл сотта біз өтініш берген болатынбыз. Бірінші саты сотты тәртібімен қарауын сұраған болатынбыз, немесе істі кері қайтарып, қайтадан басқа құраммен қаралсын дедік. Әрине, оның бәрі қанағаттандырусыз қалдырылды. Және Жанат Арысбек қызы, ол кісінің адвокатының жаңа берген мәліметі бойынша, Жанат Арысбек қызының берген қазір сот отырысында айтқан мәліметтер бойынша көптеген жалғандыққа барды. Яғни бірінші саты сотында болған жағдайларды көбінесе әрбір айтылған сөздері жалғандықпен шықты. Негізі заңда көзделгендей сотта тек қана шындық айтылу керек. Жалғандық сөйлемеу керек, айтылмау керек, оны дәлелдеп беру керек. Бұл кісілер қаншалықты жалған сөйлеп тұрса да, сот алқасы Жамашев, ол кісі сотты тез-тез аяқтауға әрекет жасады. Мұны әйтеуір білмедім, асығыс болды, тез-тез қысқа айтып өтіңіздер деп асығыстыққа тартты бізді. Және сотты бірден аяқтап, қанағаттандырусыз қалдырып, өзгерусіз қалдырды. Бірақ біз ары қарай бұнымен тоқтамаймыз, сот шағымдарға жалғастырамыз. Міндетті түрде бұның бәрін дәлелдеп беруге мен барынша күш саламын. Себебі Шымкент қаласының білім басқарма басшылығы Жанат Арысбек қызы маған деген бас араздығының бар болуына байланысты және сол нәрсені пайдаланып маған қатты қысым жасауда, отбасылық жағдайға байланысты және менің жеке өзімнің жеке жұмыс орныма байланысты қатысты. Дегенмен де білім басқарма басшылығы Жанат Арысбек қызы өз лауазымын асыра сілтеп пайдаланып, маған қысым көрсетуде. Сол себепті барынша бәрі күресемін, дәлелдеп өтемін, ол кісінің артық кеткені үшін. Болды. Осы біз қазір апелляциялық сотта болдық. Шымкент қаласындағы сот, апелляциялық сот ешқашан бірінші соттың несін шығармайды. Бірінші соттың ешқашан үкімін өзгертпейді де. Бізде ешқашан апелляциялық сот қарапайым халықтың сөзін сөйлеген емес.